Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте маңызды видео болады, сондықтан каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Ұйқы безі ауыратын адамдарға өте жақсы көмектесетін әдіс-тәсілдерді айтатын боламын, және егер де сіздер тамақтанатын кезде осы мен айтатын 5 тағамды қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде болашақта ұйқы бездеріңізбен проблема туындауы мүмкін. Және осы ұйқы безін емдейтін алтын принциптерді қосымша айтамын, және осы алтын принциптерді бұлжытпай жасайтын болсаңыздар, сіздердің ұйқы бездеріңіз емделіп, сіздерге ағзаңыз рахмет айтатын болады. Ұйқы безін құртатын тағамдардан бастайық. Ең бірінші бұл қуырылған тағамдар. Не үшін қуырылған тағамдар біздің ағзамызды құртады деп ойлайсыздар? Тағам қатты қуырылу процесіне түскенде нәруыздар мен көмірсулардың бөлінуін бұзылып, тағамның көмірсу индексі өсіп кетеді. Сол себепті бізде ұйқы безі ауырсынып, ұйқы безіне күш түседі. Себебі тағамның структурасы өзгереді, жоғары көмірсулы тағамдар болған сайын ұйқы безіне күш түсіре береді. Сондықтан да біз қуырылған тағамдарды күнделікті тұтынуды тоқтатуымыз керек, яғни бұл біздің организмімізге кері әсер етеді. Келесі бізде дәрі-дәрмектерді қабылдау. Біз дәрі-дәрмектерді кейде шектен тыс қабылдап қоюымыз мүмкін. Әсіресе ауруды басатын дәрілерді, бас ауруы дәрілерін және буын ауруы дәрілерін біз шыдамсыздандық көп қолдануымыз мүмкін. Сол себепті біз дәрі-дәрмекті қолданғанда ішіндегі нұсқаулығына қарап, ол жерде жазылған, яғни болмайды деген нәрселерді оқып, мысалға, ішек құрылыстар ауыратын адамдарға бұл дәріні қолдануға болмайды, емізулі адамдарға қолдануға болмайды деген сияқты ішінде нұсқаулыққа сәйкес сол керекті дәріні ішкеніміз жөн. Өйткені біз керек емес дәрілерді ішкен сайын біздің ұйқы безінің ресурсын басып тастап, біздің организмімізге басқаша кері әсер етуі мүмкін. Келесі бізде ішімдік және темекі. Бұл баршамызға белгілі, біздің организмімізге зиян, және соның зияндығын біле тұра бізде қоғамда көп адамдар қолданады. Бұл ішімдік ішу арқылы бұл адам организмдегі эритроциттердің қанда бір-бірімен жабысып қалуын шақырады. Және бұл этанолды бөледі. Этанол деген зат қан құрамындағы митохондрияларды қабындырады. Ол дегеніміз бізде рак клеткаларын оятады. Сондықтан да бұл ішімдік, темекі қолданған адамдардың өмірі өте қысқа болуы мүмкін, яғни ұзаққа апармайды. Және сонымен қатар бұл біздің ұйқы безімізге, бауырға, жалпы ішқұрыс, сонымен қатар жүрекке бәріне кері әсер етеді. Сондықтан біздің өмір салтымыздан ішімдік ішу мен темекіні мүлде алып тастағандарыңыз жөн. Келесі бізде газдалған сусындар. Жалпы газдалған сусындардың барлық түрі біздің организмімізге пайдалы емес. Яғни сары түрі, қара түрі, әртүрлі консерведегі түрі, баклажкадегі түрі, жалпы газдалған сусындарда өте көп қант бар. Және оның біздің өт қабы мен ұйқы безі ферменттері қатты жұмыс жасайтындықтан біздің ұйқы безіне көп күш түсіреді. Сондықтан да біз газдалған сусындарды ішпеуге тырысуымыз керек. Сонымен қатар кондитерлік тағамдар, яғни торт, жаңағыдай печеньелер, кремдер, тәтті тағамдар, сонымен қатар кофе, шоколадтар осы біздің организмімізге, ұйқы безіне көп күш түсіреді. Себебі олар біздің қорыту үшін біздің асқазанымызда және өт қалтасы, сонымен қатар ұйқы безінде көптеген қышқылдар бөлінеді. Осы қышқылдар көп жұмыс жасайды да біздің организміміздің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Енді біз ұйқы безін емдеуде қолданатын тәсілдерге тоқталсақ, бұл бізде диета. Көпшілігіне білеміз, және сонымен қатар көпшілігі бұл диета деген сөзден қорқады, тамақ ішпей қалады, жаңағыдай қарным ашып қалады деген сияқты. Бұл сауатты диета болса, әр адам өзінің денсаулығына сәйкес таңдалады. Біреу 5 мезгілдік ішсе, біреу 3 мезгілдік диетаның түрі көп, соны өзіне ыңғайлы етіп дәрігердің кеңесімен де жасауға болады. Жалпы біз ашығу процестерін қолға алуымыз керек. Қазіргі кезде адамдар 365 күн бойы мүлде организмге демалыс бермейді. Яғни азанда да, түсте де, кешке де біз тіпті кейбір адамдар түнде де тұрып тамақтанады. Демек ол біздің организміміздің демалуына мүлдем
тыныштық бермеуі. Мысалға айтатын болсақ, біз егер көлігіміздің майын алмастырмайтын болсақ, ол бізде көліктің моторын отырғызады. Сол сияқты бізде жаңа өт қалтасы, ұйқы безі бізде тамақты қорытуға арналған қышқылдарды, ферменттерді бөледі. Ал егер біз организмімізді демалтпасақ, ол тоқтаусыз энергия жұмсайды. Ал ол бір күні біздің организміміздің кешеуілдеуіне, болмаса біздің организміміздің бұзылуына әкеледі. Сондықтан да біз организмімізді демалдырып, ашығу процестерін қолға алуымыз қажет. Жалпы тамақтану уақытын реттеуіміз керек. Мысалға, біреуміз азанда кейде 10-да ішсе, кейде біреу ерте ішеді, болмаса түсте мүлдем ішпей қалады, болмаса кешкі тамақ уақытында ұйықтап қалады деген сияқты. Әр кезде, әр түрлі уақытта ішу, бұл біздің организміміздің адаптация болуына мүмкіндік бермейді. Сондықтан да барынша тамақ ішетін уақыттарын бір уақытта ішкен жөн. Және егер сіз үнемі таңертең тамақтанатын болсаңыз, сол тамақтану режимін сақтайсыз. Сондықтан бұл біздің организмімізге өте маңызды. Келесі бізде, мен жаңа жоғарыда айттым ғой, біздің ұйқы безін емдейтін алтын принцип. Бұл бізде тек қарны ашқан кезде тамақтану. Яғни біз тамақтанамыз тек бізде қарнымыз ашқан уақытта. Яғни бізде қарнымыз ашқан уақытта асқазан миға сигнал береді. Организм қарны ашты. Солай асқазанда бізде сөл бөлінеді. Сол кезде біз тамақтанатын болсақ, ол қорытылады. Содан кейін келесі біздің қарнымыз ашқан кезде, тамақ сұраған кезде организміміз сол кезде ғана тамақтанамыз. Яғни бізден организм қажеттілік сұрайды, сол кезде ғана біз организмге қажеттілікті береміз. Сол кезде біздің организміміз өзін өзі емдеу процестері болады. Сонымен қатар біз ұйқы безін емдеуде аптекаларда сататын бақбақ тамырын 2 мезгіл 1 ас қасықты 200 мг ыстық суға тұндырып, соны күнделікті 2 мезгіл бойы 10 күн ішетін болсақ, біздің организміне көп көмегін тигізеді. Жалпы біздің бүгінгі ақпаратымыз осындай. Сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.